Ассалаумағалейкум менің YouTube оқырмандарым. Мен бүгін жұмыстан келдім. Бұйырса ертеңге бір керемет теңіз жағасындағы үйге демалуға барамыз. Бұйырса сол енді дәл қазіргі уақытта сол үйге баруға продукт алуға шығайын деп жатырмық. Бұйырса енді ертеңге қандай жерге барамыз, енді бәрін сендер бір күннің ішінде көресіңдер ғой, бір жарты сағат болсын, 20 минут болсын. Сол бұл видеоны көрмей тұрып лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жазып, сықайтып беріңізші. Қызықты видеолар түсірем. Мен келіншегім жатыр. Ал біз кетіп қалдық. Үш келіншекпен ертеңгі отырысқа қамалып отыр. Ağız erkek. Şükürcektin kasında. Свежий бармекен. Neşe yedim o olsun. Қазір біразcık koyup. Alır basta da. Кетtin ғой. Овощи, картошка. Ну, Dina дейтін супермаркет, гипермаркет. Кетті. Я үшін мынау қызық емес болып жатсақ та. Андай тез жүретін бірден қосып қойын. Так, қазір бізде тиктокер шығады. Алған тамағымыз, не баняға ертең майда шүйде тамақ, общем ертеңге. Мына жігітті қолдамаң. Мына жігіт мұсылмандарды қолдайтын жігіт емес. Ауайлым. Мынау. Ой. Күсіп тұр ба? Шынымды айтайын ба? Сұрайын ба? Тұрат. Kulağını sal Muratçı. Kulağını sal Muratçı. Салмайтып қойып қойды. Sal. Өндірден айнаға қарап. Осы видеоны көріп, ұнап отқан жандар каналға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаймыз. Комментарий, лайк, барынша қолдау күтем. Қанты баратын жері бар екен да жерден ағара самалға. Қуф! 2600 теңге. Жылуы жоқ шығар ма? Мафияч. Мафия дерс көрдік, бірақ бағасы да дерс екен, 2000 теңге. Болмай тұр. Картысын аламыз ба? Картысы мәне. Ашық тұр ма? Мафия ойын ойнап көрген адам бар шығар. Мафия, маньяк дейді. Маньяк дейтін бар ма? Гангстер. Тұрар. Мені жетел. Үшеуін жоғалтып алды. Таптым үшеуін. Әл жүрген. Мама! Тиранозавр. Кука. Dedi lan? Ankilozavr dedi. İstediler ya kızlar. Qanday подарка beramiz? O'yin kishilarcha o'yin o'ynaganlar. Подаркаga men bilasizmi, ne подарка beradi? Ақша. Болды, бітірдік. В общем, тамақ алып болдық. Мынау мен қиын болды ішуімен. Мен жалғыз өзім, бұлар ішеу. Үндемей жүресің тек.
Söylesең бітті. Тамақ алып болдық. Тортқа барады. Торт алып қойылды. Торт аламыз. Бүгін біздер в общем қазір шашлик маринадталған шашлик табылмай жүр. Сосын ет алу керек. Базарға соғып азына салат алу керек. Содан арада Ақшорға жол тартамыз. Бұйырса иншалла. Ет алдық. 3,5 кило. 14.627 теңге шығып тұрады екен. Ал біз алып кеттік ал. Ақшорда демалатын жерге тамақ бәрін алдық. Жолға кетіп жатыр. Артта қарайған бала-шаға артып тұр балдар. Артта қарайған бала-шаға гайыз тауып алса дейтін жаңағы. Осырт жүгірейді тұр ғой. Ол қызып отыр енді рахмetse. Барғасын ар жақ түсіріп көрсететін болады. Şimdi келдік. Қазір біз мына жерде демаламыз. Кешке дейін айқай ойнап тұр. Теңіз ойлап толқын болғасын бері қарат асарлып теңізді. Пена дейтін жиналып қалыпты. Мұз болып отыр екен оның жағасы. В общем, осыда демаламыз. Ішін көрсетем. Полный рум-тур жасап беремін сендерге. Өлтіріп тұр. Бұрын біз алдыңда мынаған келдік. Демалатын жер біздің. Мынау баня. Жайлап бәрін көрсететін бар. Теңіз жақ таза ауада. Теңізде мұз қатып жатыр. Әдемі ме? Туш! Ассалаумағалейкум. Мұз қатып қалып басын. Тұрсайым. Осы күн жел салқын. Міне. Мынау ас бөлмесі. Жаңа стол жасап отыратын. Бері шашлик. Теннис. Кондер бала жататын жерге қойшы. Туалет. Туалет, ванна. Душ. Шықшы. Екінші этаж. Барамыз. Бірінші спальный. Телевизормен. Екінші спальный. Кладовка. Екінші этаж. Екінші этаж. Салқын екен екінші этаж. Түсің бар. Аяқтарын томат бар. Вид на море деген осындай бар. Ну, бәріңізге белгілі Каспий теңізі. Терраса. Кешегі не ғой? Пони ғой. Bilmem hocam. Poни getir. Есік ашалым getir. Тарт. O баня. Баняны көрсетем. Баня. В общем, баня. Парилка. Қазір кішкенеден кейін осы жерде отырып сауықпен сауаймыз. Су бар ма екен? Бассейн мүмкін емес. Миыңды кептіріп жібереді жаңа. Қанша метр? Сол в общем. Қызықтар шашлик болады. Уголь алуға батырық. Уголь жоқ екен.
Шашлик пісіруге. Алтын пұтқа барып бөгіл алып келеміз. Рақа екеуміз. Бөгіл алуға келді. 2 кило жетпейді жана? 5,5 кило не? Нештің екен о? Ой, осы. Піскен нан ал, піскен. Нан алайық. Піскен нан ал дегеніз? Онда тіреді жоқ қой. Алты бұттың бәрінде бар емес пе ол? Мынау Рақа дейтін жігіт. Істесіп тұрмын ғой. Мына аяққа бірінші кіріп тұрмын бірақ. Көзі сезеді оның. Мынау Айуат дейтін жігіт. Камерашы жаңа неден ұтып алып аты деді. Айтып жүрші адамдарға. Не? Өткендегі неден, үкіметтен ұтып алған ақшаң. Грант қайтарымыз. 225.200 теңге. Ешқандай таныссыз, ақшасыз біреуге бір тиын ақша бермей, таза өзінің бизнес планымен ұтып алды. Қазір кәсіпкерсің? Иә, сендер ұтып аласыңдар. Келесі жылы 2023-тің январ февральдарында басталады. Сен қатыса алмайсың ғой енді? Мен 5 жыл сатып алмаймын. Осы оңгүл алып болдық. Енді манағы жерге барып жайлап шашлик бастаймыз. Мынау біздің сиырлар мусор жейді, біздің сиырлар. Сендердің сиырлар мусор жей ма? Мына жақта менің видеомды қарап отыр. Мына 2 сиыр мусор жеп бітірді. Біздің сиырлар үркімейді еще. Ихор. Үйде сөйт соңып қалды. Үйде сөйт соңып қалды. Автомат лақты жүрді. Кондердің бәрін көтере алмай тұр ғой. Кондер осы қойып. Осы үшін неге баняға отын салу керек. Баняға отын салмасаң таға болмайды. Сөніп болған жоқ па? Қалың отына салу керек. Тосып тұрсын. Жанып тұр. Мен жайлап қазір шашлик пісіреміз. Қазан жуып атып, алдым келгендер қазан тазалау, боқтары. Үшін қордақ анау-мынау пісірейін деп отыр. Қазан жуып отыр. Қазан жуып, осыдан қордақ қуырамыз. Күн дейтін қарымыз. Масқара болып. Үшін қазан тазалап болып, алдым келгендер шірітіп кеткен ғой. Мынау Асыл, Салима, Ақылдың қатыны. Қайсы Асыл? Асыл? Ақылдың қатыны. Ақыл бір балтамен әлі жағаласып отыр. Істеп отыр. Қуырып отыр. Ақыл деген жігіт. Бәрін істеп болғаннан кейін ана ожауды атты жайлап істеп басталады. Бір ақа. Осындай синтакасын доздырыстар. Ақшаретін дейм. Осындай. Біздің холодильник. КамАЗ. Торт. Мынақты адам жоқ. Шашликке дайындап отыр. Мына ішінде қыз бар. Бүгін босанады білерсіз. Мынаның қызы. Анау Рақан қатыны. Мынау Айуаттың қатыны. Айуат. Шашлик. Ал, ассалаумалейкум, қадірлі мұсылмандар. Қуандық блог YouTube каналының адамдар арқасы. Ойбай. Қуандық блог YouTube. Қуандық блог 13-ші микрорайон. Шашлик пісіріп жатыр ал. Мына маринадталған мына жігітіміз не? Айуат деген.
Қымыз ішуші. Мына кісі шашлычник. Раха. Раха бір қарап жүр. Өзбексің ба? Теге Раха өзбек қойшы құрсын. Қазақ қой. Раха өзбексің де. Өзбек қой өзім Бәрі дайындау үстінде ал. Комментер түтеу жайлап. Шашлик чиісіп жатыр. Неден? Қояннан бар. Шашлик, окорочка, курица, тауықтың етінен. Дайыма өз... Субханаллах дейтіп кетті қыз. Адамдар қызық қой сол. Мына тауық деген жалпы бермей ағыластан көрсе мен армай тасып болған ба? Мына тауық жалпы бұрын отырып келген тауық. Өз-өзіне қол жұмсаған ба или адамның қолы? Жоқ, өз-өзіне қол жұмсаған. Өз-өзіне қол жұмсаған. Қол жұмсаған? Иә. Қарап болды. Сәл-пәл сондай бар енді. Мынау деген біздің Раха өзбек шашликтің қас маманы және плоттың да қас маманы. Өздеріңіз көріп тұрсыңдар. Ар жағындағы электриктің нағыз қосып қойған. Жоқ, ешқандай қол теппей ойлама. Ол бетсе қара тетсеңді. Мынау деген Салима, жаңағы өзбектің несі? Жұбайы. Қош келдіңіз. Шашликтің нағыз маманы бұл да. Балықтың маманы. Мынау деген енді бар ғой. Нағыз біздің осы достар арасындағы әулеттің қалай. Кайф. Ошақ басында жүргеннің ең рахат. Шашликті пісірген кезде не жатқан мән беру керек, сол туралы бір-екі мағлұмат айтып жіберсеңіз. Шашлик пісірген кезде ең алғашы маринадқа мән беру керек. Дұрыс айтасыз. Және мына шоққа мән беру керек. Жампырға дұрыстау оқтау. Шоққа. Жоқ, Мынаны оқтаған жігіт. ең маңыздысы жалпы, Мынаны қазір оқтап бүйтіп айналдырайын жоқ, ең маңыздысы тауық. Біз салдық қой мысалға. жоқ, бір сұрақ қойын сізге. Айналдырсам, Мына тауықта ол ұрғашы болу үшін еркек болу керек па? Қандай болу керек? шарт емес ол. Шарт емес? Иә. Андай не болса да шарт емес. Голубой мән зат жаңағы. Біреумен көп жыныстыққа салып түссе де бәрібір ғой да? Бәрібір. Ол ешкім білмейді. Иә, түсінікті. Ал мына сіз енді қазір мына жаққа келіп тұрсыз ғой дейін балсық енді. Бірақ енді тым істемей тұрсыз да не істеп тұрсыз? Мен бұл жерде бәрін руководить етіп отырмын. Ал мына Раха мырзаға, ар жағынан келейін Раха мырзаға. Біздің нағыз повар бүгін қазір. Ассалаумағалейкум аға. Ал шашликтің қас маманы сіз ғой енді. Бұл жерде не жатқан мән беру керек? Дұрыс тауық? Дұрыс тауық болғанда жаңа анау айтты, жүріске түссе де бәрібір ол тауық. Мынау қымыз есінде болсын. Аттікі. Аттікі ішесің ба? Аттың қымызы жақсы еді ғой негізі ішкенге. Қайсеге тас жіберді. Біздің мына YouTube Қуандық блог YouTube каналының оқырмандарына да бір ішкі сық қояқ. Мынау еген алтат жүр. Қалай? Нормально? Қайсы? Оқырмандармен бірге өзіміз ішіп жіберейік. Өз оқырмандар. Осы каналға, осы видео ұнаса, осы каналға лайк басып, подписаться, батыр басып, в общем, лайк, комментарий, шайқап жіберейік. В общем, сосиска. Шашлык. КамАЗ айдайтын жігіт. Пай. Теріс қойып тұр енді. Қазір тамаққа тақи боламыз да. Баняға түсеміз. Макс, баняны қарап үшін бе? Банист, осыған баняны тапсырдық. Макс дейтін жігіт. Мына хабарлассаң дұрат. Сен не дейсің ғой? Шақмай дейді. Астына номерін тастап кетейін бе? Осылай böyle keyif baş bulsa demok durur. Arkadaşımın arasında. Тағы айтамын, мынау Раха, Ақылбек, Айболат, Мақсат, Нұрали, Абдулхамид менің балам. Мынау Олжас. Мынау Ақылдың қызы. Жоқ, Раханың қызы кім оны? Омар менің балам. Умар радиаллаху анху ұқсат тұр ғой төрді.
Олар Жужаға араласып кетпесін. Мынау Ахмат менің төртінші балам. Мынау менің төрт балам. Анау да жалпы менің қызым сияқты анау. Маған ұқсайды. Фрукты. Я сон жевам. Не. Бір уағыз насихат айтып жіберейін. Ayt. Отбасы рет айтсын ба? Соған жақын жалпы. Бұрын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Айша анамызға мынандай құрмет жасайтын болған. Мысалы Айша анамыз мысалы бір қасықтан тамақ жейтін болса, сол қасықтан жейтін болған. Мысалы бір кеседен су ішетін болса, сол именно сол ерін тиген кесесінен су ішетін болғанда. Сосын жаңағы не? Айша анамыздың маңдайынан иіскеп, маңдайынан сүйетін болғанда, оның бәрі мысалы пайғамбардың сүннетіне жатады. Жалпы сол сүннетті жанап тұру керек та, мысалы өздеріңізде мысалы үйден шығып бара жатқан кезде Жанаптай қайталау керек болса да иә, қайталау. Иә. Мына әйел адам күйеуі қандай өмір сүрсін десе, күйеуін қандай сыйлайды, өзі соның қаншайым болып отырады. Ал егер күйеуін құлдай сыйлайтын болса, значит ол құлдың әйелі болады. Сол себепті әйел адамдарға үлкен мұрағат. Исламға қатысты көп әңгімелер айтылу керек негізі. Егер ислам жайлы, ислам дін жайлы әңгіме айтатын болса, осы жерде бізде періштелер қорғап тұрады екен. Мына отырған ортаны, мына жерде мысалы Раха сол әңгіменің қасында отырып тыңдамаса да, Рахаға сауап жазылып жатады екен. Осы бөлмеде отырған адамдардың бәріне сауап жазылады екен. Даже тыңдамай-ақ қойсын ол. Басқа затпен айналысып жатсын, бірақ дін туралы, ислам туралы нәрсе айтылып жатқан ортаның ішінде солай болады. Баня соңып қалыпты. Түтеп жатыр қазір жағам осыны. Ал кеттік ал баня. Өтеймін да? Давай кеттік. А, бисмилля. Йо! Астында бақылаш қой. О! Давай! Айқала! Қалай, Макс, банялар қалай екен? Мынау сендерге Маңғыстау облысы Ақшұқыр қаласының закатын көрдіңдер ма? Бізде закат осындай қып-қызыл болып тұрады. Ойын ойнап отыр. Индира. Біздің жалғыз қалған мафиямыз оянады. Оянады. Мафия оянады. Йығылған затсың, ояншы. Мафия біреу өтеді, мафия біреу өтеді. Соны отырыс аяқталды. Бәрі шаршады. Қалғысы келіп отқандар бар. Әдемі. В общем, мен осы каналға тіркеліп, подписка, комментарий жазып, лайк басыңдар.